Түркияда грантта оқу жолдары. Алдыңғы видеоларда мен сіздерге үлкен екі топқа бөлген болатынмын. Түркияда грантта оқудың біріншісі ол мемлекеттік гранттар, екіншісі ол жеке университеттердің гранттары. Мемлекеттік гранттар туралы мен алдыңғы видеоларды көрсеткен болатынмын, толыққанды түсіндіріп шыққам. Сол видеоларды толыққанды қарап шығыңыздар. Қазір мен сіздерге жеке университеттердің грантын айтқым келіп отыр. Жеке университеттердің гранттарының айырмашылығы мемлекеттік гранттан. Ол жерде жатақхана емес, стипендия сіздерге берілмейді. Яғни тек қана тегін оқисыздар, болды. 5 жыл бойы тегін оқисыздар. Ағылшын бөлімі болсын, түрік бөлімі болсын, өздеріңіз білесіздер. Және ешқандай емтихан тапсырмайсыздар бұл жерде де, ешқандай емтихансыз мен 100% гарантия емес, сіздерді оқуға түсіріп бере аламын. Мына жерде айтылып отқандай, мемлекеттік гранттарда ондай 100% гарантия мен бере алмаймын, өкінішке орай. Оның енді айырмашылығы осы жерлерде келеді. Енді жеке университеттердің гранттарына келетін болсақ, бұл жерде университеттің өзі беретін гранттар. Яғни мемлекет ешқалай да былай айтқанда грант бөлмейді, бұл жерде университет бөледі ол грантты. Және де ол гранттарды біз түсіріп бере аламыз. Яғни мен сияқты жеке компаниялар, енді көбісі түсіре алады деп айта алмаймын, бірақ түсіре алатын компаниялар грантты алып бере алады сіздерге. Яғни бұл жерде түрік бөлімі былай айтқанда $8.500 болады, полный сопровождениемен, ағылшын бөлімі $9.000 болады. Бұл жерде енді қымбат деген сияқты нәрсе болатын болса, бұл университеттерде оқудың өзі қымбат. Мысалы, Нишанташ университеті $4.000 басталады жылдық оқуға. Сіздердің былай айтқанда 4 жыл оқуларыңыз $16.000 шығады, плюс языковый курстарыңыз бар. Ол жақта енді түрік тілінен $2.000 болатын болса, почти $16-17.000 төңірегінде қалады. Бұл жерде енді былай айтқанда сіздер біздің қызмет ақы да кіріп тұр. Біздің қызмет ақы, мысалы, бұл жеке университеттерге түсіріп беру, жалпы Түркия оқуға түсіріп беру, біздің қызмет ақының өзі $1.500 мысалы. Бұл жерде сізге былай айтқанда біздің қызмет ақы да университетке грантқа түсіріп беру да бәрі ішіне кіріп тұр. Стамбул Кент университеті. Бұл университет екі кампусы бар. Бұл жерде көбінесе енді медицинский факультеттер бар, өте күшті. Сол жерлерге оқуға түссеңіздер болады. Бұл жерде грантқа түсіріп береді. Түрік бөліміне $5.000, ағылшын бөліміне $6.000, және медицинский факультеттер бар. Ол жерде медицинский факультет $8.000 басталады. Яғни стоматологияға да түсіріп бере аламын, оның бағасы $30.000 басталады. Яғни $30.000 бір рет біздің қызмет ақыға төлесеңіз, ары қарай 5 жыл мамандықпен 1 жыл тіл оқисыздар, 6 жыл тегін оқу мүмкіндіктерін аласыздар. Фенербахче университеті де бар. Яғни ондай университеттер өте көп. Мына жерде енді біз өзіміздің студентіміздің шақырту қағазымен таныстыра кеткім келіп отыр. Дариға деген студент, Алматы қаласының қызы, 2023 жылы осы гранттардың бірінің иегері болды. Мынау өздеріңіз көріп отқандар шақырту қағазы. Бұл мамандығы новая медиа и коммуникация. Яғни көріп отқандарыңыздай 100% scholarship деп тұр. Яғни 5 жыл бойы ол тегін оқып жатады. Яғни бірақ 5 жылда бітіру керек болады бала. Келесі студентіміз Әсел деген 2024 жылы түскен осы грантқа. Бұл Стамбул Кент университетінің грантына түсті. Халықаралық торговля деген және логистика деген мамандыққа түсті. Бұл жерде мына full scholarship деп тұр, тоже там бурслы деп тұр. Бурслы деген енді Түркия бурслары деп бекерден бекер айтылмайды. Грант, яғни грантқа түскен 5 жыл бойы тегін оқиды. Яғни 1 жыл бойы алдыңғы жылы 2024-те түскенде 1 жыл тіл оқыды, биыл 1-ші курсты бастап оқып жатыр. Яғни осындай гранттарға сіздер біз арқылы түсе аласыздар. Және енді салыстырмалы түрде келетін болсақ, қараңыздар. Бұл жерде енді Қазақстанда оқу мен Түркияда оқуды салыстырмалы түрде көрейік. Яғни барлық балалар грантқа Қазақстанға түсе алмайды. Ол ащы болса да шындық. Өйткені бізде Қазақстанда жылына 70 мыңға жуық қана грант бөлінеді. Яғни 71-72 мың грант қана бөлінеді. Ал мектеп бітірушілердің өзі 150 мың. Яғни 11-ші сыныпты қазір бітірейін деп жатқан балалардың өзі 150 мың болады. Бұл жерде деген мен мысалы алдыңғы жылы құлап қалғандар, қайтадан тапсырамыз дегендер санап тұрған жоқпын. Колледждің балаларын санап тұрған жоқпын. Өйткені колледждің балалары 3-ші курстан кейін неполный высший болғаннан кейін олар да былай айтқанда бакалавриатқа оқуға түскісі келеді. Олар да былай айтқанда КТА, НТ былай айтқанда тапсырады. Сол себептен былай айтқанда бұл 70 мың грантқа сіздер 150 мың ғана емес, 200-250 мың адам былай айтқанда не істейді, атсалысады десе болады. Енді ақылы түрде оқиды көбінесе бізде Қазақстанда. Көп мамандықтар енді ақылы түрде оқылады. Ол ащы болса да шындық. Экономический мамандықтардың көбісі ақылы түрде оқылады бізде деген грант өте аз бөлінеді. Бізде тек қана көбінесе технический мамандықтарға бөлінеді. Медицинский факультеттердің бәрі почти что ақылы түрде десе болады. Енді ақылы түрде оқу, былай айтқанда біздің жақсы университеттерде оқу 1.100.000 теңгеден басталады. Тіпті 2 миллион, 3 миллионға дейін кететіндер де бар. Бұл жерде бірақ мен былай айтқанда Қазақстанның несін төлеткімге отқан жоқ. Ең минимальный, ең жақсы университеттің несімен алып отырмын былай айтқанда. Және де Түркияда сіздер грантты оқисыздар. Енді наша услуга дегенде сіздер енді Қазақстанға оқуға түсу үшін ешқандай да қызметке ешкімге төлемейсіздер. Барып құжаттарыңызды тапсырасыздар да түсіп кете бересіздер. Түркияға бұл грантқа түсу үшін сіздер бізге ақы төлеулеріңіз керек болады. Ол $5.000. $5.000 деген қазіргі теңгемен шаққанда 2.550.000 теңге болады.
пәтердің бағасы енді бірдей десе болады. Бұл жерде де Түркияда да былай айтқанда этаж, район бүкіл нәрсе влиять етеді, бірақ ол жерде де 250 мың теңгеден басталады. 250 мың теңге табуға болады. Транспорт, яғни проездной 4200 теңге болады Алматы қаласында, Стамбулда 5000 теңге болады айына. Енді перелет, енді былай айтқанда Алматы қаласынан Стамбулға қарай 85 мың, 80 мың, кейбір кезде 65 мың, 70 мың теңгеге табуға болады, бірақ мен 100 мың теңгеден бастап деп айта берейін, өйткені ол всегда бола бермейтін билет бағалары. Енді сіздер регионда тұратын болсаңыздар, әрине Алматыға қарай билет аласыздар, самолет болсын, пойыз болсын, олардың бағаларының бәрі 15 мың теңгеден басталады. Жарайды, оны мен қоспай ақ қояйын. Енді құжат аудару бұл жерде бір реттік шығын, яғни біздің қызметпен құжат аудару бұл жерде бір ақ реттік шығын. Яғни құжаттарда түрік тіліне немесе ағылшын тіліне аудару 25 мың теңге болады. Енді тамаққа келетін болсақ, Алматы қаласынан да сіздердің примерно айтқанда 100 мың теңге кетеді ай сайын, Түркияда да 100 мың теңге кетеді. Әрине бұл жерде күнде фастфуд жеп не істейтін болсаңыздар, әрине одан да көп кетеді. Бірақ продукт алып кәдімгі тамақ істейтін болсаңыздар 100-120 мың теңге жетеді негізі. Енді былай айтқанда 4 жылда оқуды қосып қосатын болсақ, Қазақстанда оқу шығынын сіздің 4 миллион 400 мың теңге болады. Бұл жерде көріп отқандарыңыздай пәтер, транспорт деген нәрселерді мен қосқан жоқпын. Қазақстан бойынша тек қана оқудың ақысын қостым. Яғни 1 миллион 100-ді 4-ке көбейттім, 4 миллион 400 мың шықты. Бұл жерде де мен тек қана былай айтқанда перелетті қосып отырмын, құжат аударуды қосып отырмын, және де біздің қызмет ақымызды қосып отырмын. Өйткені сіздер енді грантта оқисыздар ғой. Біздің қызмет ақы 2 миллион 550 мың теңге деп алайық. Бұл жерде енді ұшақ билеті сіздер жылына 2 рет ұшасыздар. Былай айтқанда 5 жыл оқитын болғансыздан сіздер 10 рет ұшасыздар деп есептейтін болсақ, 1 миллион теңге кетеді. 1 миллион теңге, жаңағы 2 миллион 550 мыңға қосатын болсақ, 3 миллион 550 мың теңге. Осы мына жерде деген жаңағы 25 мың теңге құжат аудару деген бар. 3 миллион 525 мың теңге шығады. Енді плюс-минус 200 мың теңге тағы қосайыншы бұл жерде деген, былай айтқанда енді ұшақ билеті қымбаттап қалуы мүмкін деген сияқты нәрсе да. Мысалы 3 миллион 725 мың теңге болады. 5 жылға кететін шығындарыңыз бұл дегенше. Енді қараңыздар, Қазақстанға қарағанда арзанырақ шығады, дұрыс па? Енді на долгий срокқа алатын болсақ. Енді пайдасына келетін болсақ, қараңыздар, артықшылығы бұл жерде халықаралық диплом аласыздар. Енді мен барлық университеттер жаман деп айта алмаймын. Қазақстанда бізде де халықаралық диплом беретін университеттер бар. Ол Нархоз, Политех, Казгу, СДУ деген сияқты университет. Бірақ барлығы емес. Мысалы 800-900 мың, 1 миллиондық университеттер бар. Халықаралық емес, былай айтқанда национальный диплом беретіндер. Осыны шет тілін біліп қайтасыз. Яғни сіздер қазақ тілі мен орыс тілінен бөлек тағы да бір шет тілін біліп қайтуға мүмкіндіктеріңіз болады. Яғни түрік тілінен бөлек ағылшын тілін біліп қайтсаңыз болады. Өйткені мысалы мен өз группаласым канадалық қыз болды. Онымен мысалы ағылшын тілін практикалап етеді. Қазіргі таңда мысалы мен 4 тілде еркін сөйлеймін. Осын енді жұмыс жасау мүмкіндікшіліктері болады. Өйткені практикаға барасыздар, ар жақта компанияда өзіңіз жақсы көрсететін болсаңыздар, ары қарай жұмыс істеп кетуге мүмкіндіктеріңіз болады. Және де саяхат жасау. Стамбул енді Түркияны өздеріңіз білесіздер. Былай айтқанда 4-тен астам теңізі бар. Ол жердің барлықтарына барып суға түсіп қайтсаңыздар болады, саяхат жасап қайтсаңыздар болады, өте керемет. Яғни шетелдік достарыңыз болады. Енді плюстер өте көп, сол себепті мен сіздерге кеңес беремін шетелде оқуда. Енді біздің қызметке келетін болсақ, біздің қызметтің ішіне не кіреді? Біздің жаңағы мысалы Стамбул Кент университеті түрік бөліміне халықаралық қатынасқа түскіңіз, халықаралық торговляға түскіңіз келетін болса, біздің қызметке сіздерде 100% гарантиямен оқуға түсіріп беру. Құжат дайындау мен рәсімдеуде толыққанды көмектесеміз. Құжаттарыңызды тапсырып, гранттан былай айтқанда шақырту қағазын алып береміз, мотивациялық хат жазып береміз. Ешқандай емтихан қажет етпейді. ұбт, EOS, SAT, GMAT, IELTS, TOEFL ешнәрсе қажет етпейді. Тіл білмесеңіз де жаңа айтқандай бірінші жыл тіл оқисыздар, сосын 4 жыл мамандықпен оқып шығасыздар. Виза алуды көмектесеміз, сосын Түркияда күтіп аламыз, орналастырамыз, трансфер бүкіл нәрсе кіреді бұның ішіне. Университетке тіркеу, студенттік билет алып беру, университетпен таныстыру деген сияқты экскурсия барлық нәрсе кіреді. Және тіл курсына да тіркеп береміз. Жатақхана болса жатақхана, пәтер болса пәтерге тіркеп береміз. Ол жаққа орналастырып керекті құрал-жабдықтар алып береміз, автобустардың бәрін көрсетеміз, вид на жительство алып көмектесеміз, медстраховка алып көмектесеміз. Яғни толыққанды сопровождение жүреді. Яғни біздің қызметке $5000 төлеп сіздер грантқа түсесіздер, және де біздің қызметті толыққанды аласыздар. Сіздерге видео пайдалы деген үміттемін. Осы енді бітті. Бізде жаңа 3 университеттен бөлек басқа да университеттер бар. Оны білу үшін мен қазір төменгі жақта Instagram парақшамда, WhatsApp-ын бәрін тастап кетемін. Сол жерге хабарлассаңыздар болады. Және де бізде тегін разбор бар.
яғни мен сияқты менторлар сіздермен тегін разбор жасайды, яғни сіздер тек қана Түркия емес, басқа да мемлекеттер бар. Яғни сіздердің былай айтқанда оқу үлгерулеріңізге қарай біз деген былай айтқанда сіздерге мемлекеттер подбирать етіп беріп, қай мемлекетке сіздерге түскен дұрыс болатын толыққанды былай айтады ғой, под вас дейді ғой, сіздерге арнайлап түсіндіріп сіздерге жасап береміз, қай жаққа түскендеріңіз абзал, қандай маман таңдаған дұрыс деген сияқты, яғни профориентацияда жүргіземіз. Сол себептен WhatsAppта төменгі жақта өтіп разборға жазылсаңыздар болады. Осыны өздеріңіз таныстарыңызбен де бөліссеңіздер, өйткені көбісі адамдар бұл грант түрлерін біле бермейді. Көбісі тек қана Түркия бурсыларын біледі, және де Түркияда арзан оқу екенін ғана біледі. Бұндай гранттар бар екен аз. Сол себептен бөлісіңіздер, грантқа түскен адамдар көп болсын. Құдай қаласа біз арқылы келесі жылы сіздер, осы жылы, то есть 2026 жылы біз арқылы грантқа түсесіздер. Жақсы, сау болыңыздар.